Hello everyone. Бүгін бізде 8-ші сыныптың ағылшын тілі пәнінен 1-тоқсандағы 1-ші БЖБ-сы. БЖБ-ның тақырыбы Our World. Біздің әлем. БЖБ-ның 1-ші тапсырмасы speaking. Task 1. Discuss statements with your partner saying whether you agree or disagree with him or her. Provide explanation to your answer. Answer the questions while speaking. You should speak at least 2 minutes. Бізде бірінші тапсырма бұл сөйлеу, яғни speaking тапсырмасы. Төменде берілген карталарға сәйкес біз келісеміз бе, келіспейміз бе, соны айтып, және сұрақтарға жауап беру арқылы сөйлеуіміз керек. Біздің speech сөйлеуіміз кемінде 2 минут болу керек. Card number 1. Бірінші карта, оның тұжырымдамасы Family is the most important thing in the world. Отбасы әлемдегі ең маңызды нәрсе. Осы тұжырымдамаға келісесіз бе, әлде келіспейсіз бе, соны айтасыз, және астында берілген 4 сұраққа жауап айтасыз. Бірінші сұрағы What comes to mind when you hear the word family? Отбасы деген сөзді естігенде сенің ойыңа ең бірінші келетін нәрсе. Екінші How important is your family to you? Сенің отбасың саған қаншалықты маңызды? When do you need your family most? Сен қай кезде отбасыңды қатты қажетсінесің? Және төртіншісі Do you get on well with all of your family members? Сен отбасыңның барлық мүшелерімен жақсы қарым-қатынастасың ба? Бұл карта бойынша мен былай айтар едім. I agree with the statement that family is the most important thing in the world. When I hear the word family, first thing comes to mind is the whole family members sitting around the dinner table. My family is very important for me. They support me in every situation, either good or bad. I need my family most when I should solve some problems or make some important choice. I get on well with all my family members. Енді аудармасын тыңдайық. Мен отбасы ол әлемдегі ең маңызды нәрсе деген тұжырымдамамен келісемін. Мен отбасы деген сөзді елестеткенде бірге барлығы ас ішіп отырған отбасы мүшелерін елестетемін. Менің отбасым мен үшін маңызды. Олар мені жақсы болсын, жаман болсын барлық жағдайда қолдайды. Мен отбасымды кейбір мәселелерді шешкенде және маңызды таңдаулар жасаған кезде қатты қажетсінемін. Мен барлық отбасы мүшелерімен жақсы қарым-қатынастамын. Екінші картаның тұжырымдамасы It is better to live in a house rather than in a flat. Пәтерге қарағанда жер үйде тұрған жақсырақ. Және осыған сәйкес 4 сұрақ бар. Which alternative would you prefer to live in? Сен қайсысында тұрар едің? Жер үйде ме, әлде пәтерде ме? Бұл сұраққа мен былай жауап бередім. I prefer to live in a house rather than in a flat. Мен пәтерге қарағанда жер үйде тұрғанды қалар едім. Екінші, What do you like about your home? What don't you like? Сен өз үйіңе қатысты нені ұнатасың, нені ұнатпайсың? I like my home because there is a big yard and it's in a good place near the mountain. Мен өз үйімді ұнатамын, себебі оның ауласы кең және ол өте жақсы жерде, таудың қасында орналасқан. Үшінші сұрақ, Do you like the location of your home? Үйіңнің орналасқан жері ұнай ма дейді. Мен жаңа жоғарыда жауап беріп өттім. Yes, I like the location of my home. Және төртінші сұрақ, What is your dream home? Сенің арманыңдағы үй қандай? My dream house would be a place where I would live happily with my family. Менің арманымдағы үй ол мен отбасыммен бірге бақытты өмір сүретін үй. Келесі үшінші карта Friends are the family we choose for ourselves. Достар бұл өзіміз үшін таңдап алатын отбасы. Бірінші Are friends sometimes more important than family? Кей кездері достар отбасыға қарағанда маңыздырақ па? Менің жауабым I don't think so. In my opinion, the family is always important. Мен олай ойламаймын. Менің ойымша отбасы әрқашан маңызды. Екінші сұрақ Why do you like them? Неліктен сен оларды жақсы көресің, яғни достарыңды? I like my friends because we have similar dreams and purposes. It's very interesting to spend time with them. Мен достарымды жақсы көрем, себебі біздің ортақ армандарымыз бен
ортақ емес, ұқсас армандарымыз бен мақсаттарымыз бар. Олармен уақыт өткізген өте қызықты. Үшінші, what do you do together? Бірге не істейсіңдер? We do our homework together, play various games and read books. Біз үй тапсырмасын бірге орындаймыз, әртүрлі ойындар ойнаймыз және кітап оқимыз. Және төртінші сұрақ, how do you make new friends? Сен жаңа достарды қалай табасың? I make new friends at school and in the internet. Мен жаңа достарды мектептен және интернеттен табамын. Төртінші және бесінші видеолардың аудармасын мен видеоның описаниясында қалдыратын боламын. Соған қарап, оқып аударып, өздеріңіздің ойыңызша жауап берсеңіздер болады. Төртінші карта достық туралы, ал бесінші карта хобби туралы. БЖБ-нің екінші тапсырмасы listening. Listen to the speakers and choose the best answer A, B, C or D. You will listen to the recording twice. Аудионы тыңдап, тест түрінде берілген тапсырманы орындап, дұрыс вариантты таңдау керек. Біріншісі, speaker A is talking about her. C жауабы дұрыс, neighbor. Екіншісі, speaker B is talking about his. B жауабы дұрыс, big brother. Үшіншісі, speaker C is talking about her. D жауабы дұрыс, best friend. Төртінші тапсырмасы, speaker D is talking about his. B жауабы дұрыс, childhood friend. Және соңғы бесіншісі, speaker E is talking about her. A жауабы дұрыс, boyfriend.